Дерттен саулық арнасы. Адам ағзасындағы ең керек мүше ол бүйрек екенін бәріміз білеміз. Әсіресе нәзік жандылар үшін маңыздылығы көп. Мысалы, әйел адамның ең бірінші проблемасы ол сұлулығы. Бүйрек жұмысының нашарлауы адам ағзасындағы түрлі аурудан хабар береді. Осыған орай бүйрек ауруын қалай алдын алуға болатыны жайлы айтатын боламыз. Назарларыңызға бүйрек ауруының 6 белгісін ұсынамыз. Құрметті оқырман, сіздерге осы бейнеролик міндетті түрде пайдасын алып келетініне сенеміз. Бейнероликті жай ғана тыңдап, аяғына дейін көріп, бағалап, пікіріңізді қалдырыңыз. Біздің роликтерді 97% адам тіркелусіз көреді екен. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бүйрек адам ағзасына бар жоғы 250 грамм ғана салмағы бар орган. Жүрек минутына 6 литр қан айдаса, оның 1/4 бөлігі, яғни 1,5 литрі бүйрекке келеді. Аталған органға түсетін жүктеме қандай деп ойлайсыздар? Бүйрек көптеген жүйелер мен органдарды реттеуге қатысады. Нәсіп пен судың бөлінуі, электролиттер ғана емес, сондай-ақ эндокриндік жүйе. Д витаминінің белсенді түрін синтездеу глюкоза мен метаболизмі бойынша функцияны атқарады. Әйел адамның тез жаурап қалуының себебі ол бүйрек әлсіздігінен болады. Құрметті нәзік жандылар, сіздер үшін тамақтану рационын қадағалаған дұрыс. Мысалы, сиыр еті, қой еті, ащы бұрыш, пияз секілді тағамдарды мейлінше көп пайдаланған жөн. Сіздер пиязды ұнатпауыңыз мүмкінсіздер. Асқазаныңызбен бүйрек жұмысын істеуіне тікелей жеміс ол пияз болып келетінін ұмытпаңыз. Аяқ-қол, көздің асты ісіп кетуі бүйректің әлсіздігі. Бүйрек ол адамның организміндегі суды реттейді. Бүйректің жұмысы бұзылса, адам денесінде қан айналымы да бұзылады. Қан айналымды бүйрек жұмысын қалай ретке келтіреміз? Ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіңіз, және де белге арналған жаттығуларды жасау керек. Бүйрек ауруы сонымен қатар себепсіз ашуланып, климакстың тым ерте басталуына әсері бар. Бүйрек ауыратын адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасаған дұрыс. Бүйрек ауруынан әйелдердің ішкі құбылыс жүйесі әлсіреп, бүйрек безінің адреналині бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады, және де артық салмақ жиналуы себеп болады. Осыған қарсы күресу іс-шаралары алақанды бір-біріне жақсылап үйкеп, жылы күйінде бүйрекке басу. Бұны бір күнде 4-5 рет қайталаған жөн. Сонымен қоса қаз, балық ет тағамдарды көп жеген дұрыс. Бүйрек ауырған уақытында адамда мына аурулар көп пайда болады. Бас ауруы, ұйқы бұзылуы, ми шаршауы, ойдың бөлінуі. Осы айтылған аурулар бүйрек әлсіздігінен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ, жүзімді пайдаланыңыз. Жоғарыда айта кеткендей, бүйрек ауруынан адам тұла бойында қан қысымы артады. Осындай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып қалу үшін дәрігерге көрініп, ем түрлерін қолданбаса, бүйрек өз жұмысын баяу жүргізуі, өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Денсаулығыңызды бақылау өз қолыңызда. Және де айта кететін жайт, біздің арнада оқырмандарымызға бірнеше ролик дайындап қойдық. Аяқтан жағымсыз иіс қайдан қалай пайда болуы, одан қалай арыламыз, және де жапондықтар бізден нені жасырады, әйел адамдарға бет күтімін қалай реттеу жайлы бейнероликтер көре аласыздар. Барлық бейнероликтерді көріп шықсаңыздар, сіздерге пайдалы болатынына біз сенімдіміз. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Сіздермен Дерттен саулық арнасы.